жасап аттың? Келе ғой балам, келдің бе, отыра ғой. Мен қазір бесік жасап жатамын. Бұл ата-бабаларымыздан бізге жалғасып келе жатқан дәстүріміз бойынша балаларды осы бесікте тербететін болған аналарымыз. Осы бесік әрбір қазақтың үйінде болуға тиіс. Бізде мына ағаштан көп заттар жасалған. Мысалға, өзіміздің ұлттық аспабымыз домбыраны ағаштан жасаған. Және міне сандық, андағы тұрған кеселеріміз барлығы да осы ағаштан жасалған бұйымдар. Енді мына бесікті саған құрастырып үйретейін ба? Бұл бесіктің сирағы деп аталады балам. Және жорғасы деп айтылады. Бұл жорғасы бесікті тербетілу үшін саламыз. Бұл бел ағашы. Және мына балам, мынау шыбығы деп аталады. Мынау жақтауы. Және мына жер тақтай деп аталады. Осы жерге баланы жатқызамыз нәрестемізді. Енді бесікті құрастырып үйретейін саған. Сен маған көмектесің ба, балам? Иә, әкесім. Онда мына балғаны ұста. Бірінші бесіктің сирағын аламыз. Оған мына жорғасын қағуымыз керек. Ол үшін сен маған көмектесуің керексің, балам. Көмектесің ба маған? Қағып жүр балам. Бәрекелді, мына екінші жағын қағып жүр. Мына жорғасын не үшін салдық, балам? Баланы тербету үшін. Бәрекелді, менің балам барлығын біледі екен ғой. Енді бұл бел ағашы, жаңа айтып өттім ғой. Енді бел ағашын үстіңгі жағына қарай орнататын боламыз. Көрдің бе, балам? Бұл бел ағашын бізге аналарым ұстап бесікті тербету үшін саламыз. Міне балам осылай бесік жасалады. Қазір міне шыбығын саламыз. Жақтауы салынды. Енді міне бесігіміз дайын болып қалды. Бесігіміз дайын. Көрдің бе балам, бесікті осылай жасайды. Балам, енді осы бесікті анаңа апарып көрсетейік, жарай ма? Жүре ғой. Анасы, қарашы, балаң бүгін не жасады? Екеуміз бүгін бесік жасадық. Жарайсың, балам. Анашым, осы бесікке баланы бөлейікші. Жарайды, балам. Қазір бөлейміз. Бірінші баланы бесікке бөлемес алдын, бесікті аластап аламыз, балам. Бесіктің жапқышы. Бұл бесіктің жапқышы, балам. Қыста суықтан қорғаған, жазда ыстықтан қорғаған. Ал мынау үкі. Бұл көз тілден сақтайды. Әрі әсемдікке бесіктің бас жағына байлап қоямыз, балам. Анашым, мен өткенде әкешім сияқты ағаш ұстаз болам. Жарайсың, балам, айналайын. Өнерлі қол бақытқа жол деген балам. Талабыңа нұр жаусын.